Бүгін міне балалар қорғау күні. Қазақстанда жалпы бала саны өте жақсы көтеріліп келе жатыр. Бала бақшалар, мектептер жетіспей жатыр. Осындай деңгейден біз түсірмейік, тек қана көбейтейік. Өйткені бала көбейсе, қазақтың саны да көбейеді. Баланы тудырып қана қоймай, яғни айтып жатырмыз ғой кешегі мәселелер бойынша педофилизм, әйелдерді ұру мәселесі өте ауыр жағдай. Ондай нәрсе болмау керек қазақ елінде. Әйел адамзатын құрметтеуіміз керек. Өйткені олар балаларымызды тәрбиелеп, балаларымызға білім беріп отқан асыл аналар. Құрметті жігіттер, бауырлар, балаларымызды, әйелдерімізді бағалайық, құрметтейік. Зорлық, зомбылық болмасын. Біз еркектер мықты болсақ, әйелдеріміз де мықты болады ағайын. Байқасам, көп адам білмейді екен біздің фонд жайлы. Салиқалы ұрпақ, Майқазақ, Қасым Қасабек не жұмыс жасайды өзі деп. Бұл бір мақтан үшін айтайын деп айтып жатқаным жоқ. Сіздер көріңіздер. Біз мынау Салиқалы ұрпақ қоғамдық қоры 8 жыл бойы жетім балаларды киіндіріп, асырап, тәлім тәрбие беріп, бағып қағамыз. Балалардың анасымен, әкесімен, атасымен, туысқандармен жұмыс жасап, қоғамға пайдалы ер азамат қылып шығарып жатырмыз. Бір бала ертең үйленеді, семья болады, ертең бір үлкен қоғамға айналады. Балаларымызды әрқашан қорғап, қоштап, оның әке-шешесіне адам болып шығуына көмектесейік ағайын.